жәдігерлеріміздің, мақтаныштарымыздың бірі. Бұл ағаштан және сүйектен жасалған шай сандық. Алды күміс әшекейлермен өрнектелген, безендірілген, және де бұның ішіне шайдың қажеттіліктерін салатын болған. Шай, қант және басқа да тәтті құралдарды ішіне салып қоятын болған. Келесі бір жәдігерлеріміздің бірі бұл ағаш өнімдері жасау. Біріншісі бұл бізде майсауыт. Бұның ішіне майды салып сақтайтын болған. Және де бұл көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек пішінді ағаштан жасалған. Келесі біреу бұл бізде шекер шаққыш деп атаймыз. Яғни бұл шекерді ұсақтайтын, яғни қантты ұсақтайтын құрал. Келесі бірі бұл бізде кесек қап. Бұның ішіне енді біздің көшпелі қазағымыз, көшпелі халық болғаннан кейін, бір орыннан келесі орынға көшіп қонып жүретін болғаннан кейін, кейбір бағалы ыдыстарын, кеселерін осының ішіне сақтап қоятын болған. Бұндағы мақсат ыдыс кеселердің шытынап кетпеуі. Келесі бұл бізде ожау. Бұл құралмен, яғни қымыз, шұбат және басқа да ұлттық тағамды өнімдерді араластыратын болған. Келесі бізде сапты аяқ. Бұл дегеніміз бір сөзбен айтқанда кесенің қызметін атқаратын болған, ұлттық тағамдарды араластыруға, құйып ішуге арналған ыдыс. Келесі бір, екеуі де сапты аяқ. Келесі бізде мес. Бұл дегеніміз ішіне қымыз, шұбат, басқа да ұлттық сусындарымызды салып жолға шығатын болған. Келесі бізде көнек. Бұл дегеніміз бір сөз айтқан кезде малды сауатын ыдыс аяқтардың бірі болып саналады. Және де сауатын малына қарай бұның жасалатын терісі де әртүрлі болады. Мәселен, жылқыдан, сиырдан, және тағы да басқа малдардың терілерінен жасалады. Келесі, бұл бізде музейіміздің тағы бір мақтаныштарының бірі ақбас ер. Бұл дегеніміз жылқыға яғни мінетін құралдардың бірі. Бұл ағаштан және де сүйектен жасалған, беті пышақпен ойып өрнектелген, және де кейбір күміс әшекейлі бұйымдармен әсемделген. Бұл кішкентай балам.